Достар, сіздермен бірге ерғалимен өлсем. Мен өткен видеода айтқандай, өзім қолданатын екі монтаждың приложениесін айтатын боламын. Ендеше видеоға кеттік. Екі приложенияға келсек, ол барабанный дроп. Міне, екеуі. Мен осы екі монтаждың программасымен қолданамын. Екеуі мықты программа. Енді бірінші иншоттан бастайық, қалай монтаж жасайтын. Ол үшін мен басқа бір видео түсіріп алайын. Бұлайынан. Қазір. Өз қолымды түсіріп алайын. Енді монтажға кіреміз де иншоттан. Қалай жасасақ болады, фотоны монтаж жасақ болады. Мен видеоны ғана қолданамын. Ол үшін біз новый дейміз. Жаңағы түсіргенді қолданамыз. Мына жерге былай тағы да нелер қоссақ болады. Мен пустой қоса берейін. Оны былай реклама көріп алып тастаса болады. Мына стикер қою үшін біз мынаяқтан стикер таңдаймыз да. Сосын мына жерде 1000-ға жуық стикер бар. Мынау иншот про деген, оны сатып алу керек. Мен оны сатып алмаймын. Мынаяқта көп стикерлер бар. Осын мен мынаусын қолданамын. Мына жерде деп көрсеткенге. Сосын мынаяқта көп мындай бар. Бұлай алып тастасақ болады. Бұлайынан, мысалы, мынаны қосатын болсақ. Бұны мысалы, мына жерге дейін соссақ болады. Сол кезде ол осылай көрсетіп тұрады. Мынаны былай шетіне қойсақ болады, мысалы. Көрсетеді сол кезде. Және өлең қоссақ болады. Мынаяқта өлеңдерім көп. Мысалы, мен осылай түсіріп аламын. Сіздердің дауыстарыңыз музыкадан ақырын шығып жатса, музыканың объем дегенін азайтса болады. Мен оны 10-ға қоямын, бүкіл видеомды. Примерно. Осын енді осылай көшек. Және бұлай озвучка жасасақ болады, на запись деген. Сосын звуковой эффект деген бар. Мынаяқта блип, бабл деймі, мынаяқта көп негізі. Міне жанрлар. Болды. Бұл музыка раскол жасасақ болады. Бұлай. Сосын аяқты удалить ете саламыз. Және бұл жақта көп нелер бар. Функциялар бар. Бірақ кейбіреуі жоқ. Удалить. Задний фон, скорость. Мынақты скоростьті. Времясын. Мына жерде тұрушы еді. 100-ге дейін апарса болады. Скорость. Біздің видео кішкентай болғандықтан 100 есе тез көруге болады. Оны наоборот ақырын көрсе де болады. Біз как обычно 1 минут көреміз. Мынақты заморозить етсек болады. Дублировать, объем көп. Осылай үстіндегі сохранить дегенді басып. Оның качествосын таңдасақ болады. Біз 1080 максимум деп тұрған яқта настроить деп тұрған. Настроить деп басса. Бір фишка тұрасында. 120-дан 2160-ға дейін деп. 2160-ға қойса. Ол 4К качество. 4К качествосымен көрсе болады. Осыны осылай істеп атқанда инициализация болып атса, или конвертация болып атса, былай шығып кетсеңіздер, ол өзі істей береді.
өзі істеп жатыр. Енді біз вивакатты көреміз. Создать клип дегенді басамыз. Өзіміздің видеомызды таңдаймыз. Вивакат дегенді алып тастап болады. Бесплатная версия деген бар. 3 күнге. Қандай тағы көп қоса берейік. Енді мына қалай деп басқа видеоны істесек болады. Менде асты жағында хромакеймен видео болған. Осыны қойсақ болады. Орта жақ. Осыны хромакейін алып тастаймыз. Хрома деген. Сосын точностьтің бар. Точностьтің примерно 60-ға қойсаңыздар нормально болады. Міне видео осындай болады. Бетке хромакейді бар басып көрсетесің. Сброс жасауға. Такой функциялар бар. Видеоны стопқа қойып көріп алсаңыздар болады. Сохранить басамыз. Бұда 1080 мен 4К деген трай деп тұр ғой. Не екенін білмейді. Қолдануға болады. Өзіміз 520 бұдан иншоттағыдай шығып кетуге болады. Оны күту керек. Вообще монтаж бөлініп кетеді. Астында жазып тұрған не сворачивайте приложение. Видеомыз бітті. Главныйға шығамыз да. Галереядан көрсетті. Видеомыз соңына жетті. Келесі видео тез қалғаныңыздар. Каналға тіркеліп, көп лайк жинап жатсаңыздар. Қош сау.